тағы да басқа тағы да басқа форматында оқыту шараларын өткізеді. Енді зияткерлік меншік объектілерін қорғау саласындағы кеңес беруге әрқашан дайынбыз. Біз сіздерге көмектесуге әрқашан қуаныштымыз. Енді семинарды барлық қатысушыларына өз сәттілік тілеймін. Естеріңізге сала кетейін, тақырып бойынша әр сөйлегеннен кейін сіз өзіңіздің қызықтыратын сұрақтарды спикерлерге қоя аласыздар. Сонымен бастайық. Бірінші тақырып авторлық құқықтық бірегейлігі болып табылады. Сіздерге авторлық құқық туралы авторлық құқық басқармасының сарапшысы Анарбек Аяжан Ғалымжанқызы айтып береді. Аяжан, сізге сөз беремін. Баршаңызға қайырлы күн. Менің есімім Анарбек Аяжан, авторлық құқық басқармасының сарапшысы боламын. Бүгінгі таңда мен өз баяндамамда келесі мәселелерді қарастырамыз. Жалпы автор деген не үшін қажет болады, және авторлық құқық саласындағы осы газ потенциямыз. Негізінде кез келген авторлық құқық, авторға тоқтайтын болсақ, бізде осы зияткерлік меншік объектілерінің ең кең таралған түрлерінің бірі болып табылады. Себебі біз кез келген өміріміздің бастапқысынан бастап біз анамыздың әлдейін тыңдаймыз, немесе ертегісін естіп, бала кезімізден соны білетін болғанбыз. Жалпы осы бейнелер арқылы біз осы ата-бабамыздың тұрмыс тіршілігін білеміз. Кез келген маңызды тарихи оқиғалар туралы мәліметтер журналдарда аламыз. Негізінде кез келген осы айтып кеткендей шығармашылық туындының барлығы ол авторлық құқыққа қарастырылады. Ал осы авторлық құқықтың бастапқы субъектісі ретінде ол әрқашан адам өзі болып табылады. Яғни ғылым, әдебиетінің, шығармашылықтың барлық жасаулары жасайтын тұлға субъектісі ол бізде автор. Негізінде автордың еңбегінде маңызды әрі эстетикалық, әрі практикалық тұрғыдан қарастырған кезде де оны бағалауға болады. Бірақ автордың осы еңбегі үшін не алады? Мысалы, қоғамның дамуында үлес қосатын авторлар ол өздерінің жеке немесе мүліктік құқықтарын қорғауға әр автор мұқтаж болады. Сондықтан кез келген туындының осы жасалған, жазылған сәтінен бастап авторды қорғау немесе ынталандыру қажеттілігі туындайды. Бұл міндетті авторлық құқық жүзеге асыратын болады. Осылайша авторлық құқық ол біздің осы авторлардың және де олардың туындылардың сонымен қоса осы қаржылық мүдделерді қорғайтын құқықтық нормаларды жиынтығы. Негізінде авторлық құқықтың тарихына келіп кететін болсақ, тарихтағы алғаш рет авторлық құқық ол бізде 1710 жылы 10 сәуірде Англияда қабылданып, Анна Паншайымның статуы деп аталған болатын. Негізінде біз өзіміз білетіндей барлық авторлар кез келген сәтте көп құрметке ие болған. Мысалы, ақындар хан сарайында да ерекше құрметке ие болды. Ал ежелгі Грекия елінде мысалы авторларға мемлекет тарапынан қолдау көрсетіліп, меценаттар мен қамқорлық жасалған болатын. Келесі бізде Берн конвенциясы жайлы. Негізінде зияткерлік меншік әлемінің барлық елдерінде авторлық құқық қорғалады. Алайда бұл салаға байланысты құқықтық нормалар әр елде әртүрлі, кейде өз айырмашылықтарына ие болады. Сондықтан бұны халықаралық деңгей ретінде қорғау үшін бізде халықаралық келісімдер қабылданған болатын. Олар осы авторлық құқықты қорғаудың бірыңғай жүйесін қалыптастырады. Осындай маңызды халықаралық шарттардың бірі ретінде біз Берн конвенциясын айтамыз. Ол бізде 1886 жылы 9 қыркүйекте қабылданған болатын. Қазіргі таңда Берн конвенциясында 180-нен астам мемлекет қатысады, соның ішінде Қазақстан Республикасы да бар. Қазақстан болса бұл конвенцияға 1998 жылғы 10 қарашадан бастап қосылған болатын, халықаралық шартқа қол қойды. Негізінде Берн конвенциясы ол авторлық құқық саласындағы осы заңнамаларды үйлестіруге бағытталған. Ол
осы авторлардың берілетін құқықтардың ең төменгі деген стандартын белгілейді. Сонымен қатар бұл ұлттық заңнамаға авторлардан кейін қалай құқықтар келтіретіні келтірмейтіні жайлы айтады. Қарапайым сөзбен мысал ретінде айтып кететін болса, мысалы Берн конвенция бойынша авторлық құқық адамның өмірінен кейін тағы да 50 жыл сақталатын болса, Қазақстанда ол автордың өмірінен кейін тағы да 70 жыл бойы авторлық құқық қорғалатын болған. Ал Америкалық құрама штаттарында бұл одан да ұзақ мерзімге қарастырылады. Негізінде осы конвенциясы бұл 3 қағидат бойынша жұмыс жасайды. Бұл бізде ұлттық режим принципі немесе қағидаты, автоматты қорғау қағидаты және қорғаудың тәуелсіздік қағидаты. Бұл дегеніміз, мысалы, ұлттық режим принципіне келетін болсақ, осы қағидатқа сәйкес кез келген шетелдік авторларға берілетін құқықтар көлемі де ол осы елдің өз авторларына берілетін құқықтармен бірдей болуы керек. Одан төмен бола алмайды. Алайда бұл барлық авторлардың ешқандай шектеуі жоқ және де барлық ұлттық құқықтарды пайдалана алады дегенді білдірмейді. Яғни ол шектеу болады. Ал автоматты қорғау принципі, яғни автоматты қорғау принципі жайлы айтатын болса, бұл кезде кез келген авторлық туынды жасалған сәттен бастап сол автоматты түрде пайда болады. Ал автор өз туындысын конвенцияға қатысушы кез келген елде қорғауды сұрай алады. Бұл үшін ешқандай формальды рәсім қажет емес. Бұл үшін бізде мемлекеттік тіркеу немесе ұлттық тізілімге енгізу немесе копирайт, яғни копирайт белгісін қою арқылы ол міндетті емес. Тағы да бұл конвенция жайлы айтып кететін кезде, туындының жасау фактісінен бастап авторлық құқық туындайды. Ал авторлық құқық туындының материалдық нысаны бекітілген сәттен бастап немесе алғаш жарияланған кезден бастап пайда болады. Материалдық нысандарға мысалы жазбаша түрде де, ауызша түрде немесе бейне, яғни видео түрінде, аудио, бейне жазба және де осының барлығы материалдық нысандарға жатады. Бірақ та біз бұл жерде салыстырмалы түрде тағы да айтқан кезде ақш елінде құқықтарды тіркеу сияқты қосымша тағы да рәсімдер талап етілуі мүмкін. Бірақ бұл талаптардың барлығы авторлық құқықтың автоматты түрде туындауды жоққа шығармайды. Ал тәуелсіз қорғау принципі жайлы айтатын болсақ, бұл қағидатқа сәйкес авторлық құқық әрбір қатысушы мемлекетте туындының осы шыққан еліндегі қорғалуына қарамастан да басқа мемлекеттерде де елдерде де қолданады. Мысалы, осы Қазақстанда жазылған роман ол Европалық одақ, яғни Евросоюз елдерінде де қорғалады, бірақ ол Қазақстанда қорғалмаса да. Бұл принцип бойынша авторларға негізінде көптеген артықшылық беріледі, себебі осы туындыны қорғау ол бір елдің заңнамасына тәуелді болмайды. Сонымен қатар, құқық бұзушыларға қарастыру кезінде де қорғау сұралған елдің ұлттық заңнамасы ретінде қолданылады. Берн конвенциясы бұл бізде тікелей қорғауды бермейді. Бұл қорғауды әр мемлекеттің ұлттық заңнамасы қамтамасыз етеді және де бұл қорғау бір-біріне тәуелсіз болып табылады. Келесі бізде ең бастысы ол туынды. Туынды дегеніміз не? Және туынды бұл осы автордың шығармашылық қызметтің нәтижесі, яғни зияткерлік еңбектің жемісі болып табылады. Туынды ол әдеби немесе көркем туындылар ұғымына сәйкес келу үшін ол белгілі бір қасиеттерге, нормаларға ие болу қажет. Бұл Берн конвенциясы жаңа айтып кеткендегі 2-ші бабында қарастырылған болатын. Әдеби және көркем туындылар ұғымы бұл әдебиет, ғылым және өнер саласындағы кез келген туындының, сонымен қоса оның қалай берілетіні немесе нысанына қарамастан ол барлығын қамтитын болады. Бірақ бұл жерде туындының авторлық құқықпен қорғалатын негізгі шартының бірі оның түп нұсқалығы жайлы айтып кетеміз. Яғни түп нұсқа бұл туындының міндетті түрде жоғарғы сапада, сонымен қоса шедевр болу деген сөз емес. Бұл автордың осы жеке еңбегі немесе шығармашылық қатысуын көрсететін белгі ретінде қарастырылады. Ал осы түп нұсқалық автордың өз білімі мен дағдыларын қолдана отырып
туындының өзі жасағанын білдіреді. Ал туындының санаттарына тоқталатын болсақ, бұл слайдта бізде Берн конвенциясы ұсынылған туындылар санаттары көрсетілген. Кез келген мемлекетте бұл тізімді өз заңнамасына сәйкес өзгертіліп отырылады. Мысалы, кез келген кітаптар, брошюралар және де басқа да жазбаша жұмыстары, ол осы дәрістер, яғни үндеулер, уағыздар, басқа да қосымша жұмыстар, драмалық, музыка драмалық шығармалар, киноға ұқсас тәсілмен көрсетілген туындылар, немесе тіпті фотография дейді ғой, суреттер, кескіндеме, осы сәулет, мүсін, графика, литрография, теңестірілген фотографиялық туындылардың барлығы, қолданбалы өнер туындысы, немесе осы географияға байланысты географияға, сәулетке, ғылымға қатысты кез келген иллюстрацияларда, географиялық карталар, жоспарлар, эскиздер, сонымен қоса әдеби көркем шығармалардың аудармалары, музыкалық аранжировкада, бейімделерде бұның барлығы туынды санаттары болып саналады. Бірақ жаңа айтқандай, Берн конвенциясының заңнамасы бойынша сонымен қоса әр елде бұл әртүрлі түрде қарастырылады. Негізінде біз туынды санаттары жайлы айтып кеткен болатынбыз, ал ондай болса авторлық құқық объектілеріне не жатпайды деген сұрақ келеді бізде. Ал авторлық құқық объектілеріне не жатпайтын біз заңнама кезінде 8-ші бапта қарастырылған. Ол мемлекеттік органдардағы ресми құжаттар, яғни бұйрықтар, үкімдер, сонымен қоса жарияланған туындылар болса, сонымен қоса мемлекеттік рәміздер мен белгілер, яғни өзіміз білетін елтаңба, гимн, ту, және де фольклор, яғни халықаралық шығармалар, бұл барлығы, саяси заттар, сөздер, сот сөздері бұл авторлық құқық объектілері болып табылмайды. Ал авторлық құқық кезінде бізде жеке мүліктік емес, және де мүліктік құқықтар қарастырылады. Жеке мүліктік емес құқықтар жайлы айтатын болсақ, осы автордың туындыға қатысты жеке мүдделерін қорғайды. Мысалы, оларға осы авторлық құқық, ол туындының автор ретінде танылуы, сонымен қоса оны пайдалануға автордың аты көрсетілуін талап етеді. Талап ету құқығы жайлы айтып кетеміз. Немесе осы автордың есімге деген құқығы, яғни туынды ол өз атымен жазылу керек. Басқаша бүркеншік дейді ғой, яғни псевдоним атпен немесе атын көрсетпей пайдалана беруге рұқсат беретін құқықты айта аламыз. Сонымен қоса туындыны жариялау құқығы, яғни автордың келісімі арқылы біз туындыны көпшілікке ұсынып жариялай аламыз, немесе осылай сөйлеп халық атында да өз туындыны жариялап көрсете аламыз. Туындының тұтастығын сақтау құқығы жайлы де ұмытпаймыз. Бұл осы автордың келісімінсіз, яғни авторға ескертпей, туындыға, оның атауына немесе автордың атына өзгерістер енгізуге қатаң тыйым салынады. Себебі бұл автордың ар-намысы мен беделіне нұқсан келтірілетін, бұрмалауға жол берілмейді. Негізінде жеке мүліктік емес құқықтарға авторға тиесілі және ол мүліктің құқықтарын басқаға берген жағдайда да сақталады. Айта келетін жағдай ретінде тағы да бұл авторлық құқық туындыны жазылған материалдық нысанға меншік құқығымен байланысты емес. Бұл құқықтардың барлығы ажырамайтын және де мерзімсіз болып табылады. Мысал ретінде келтірсек, жаңағыдай халық әндері де бұл авторлық құқық болмаған кезеңде де пайда болып белгісіз, және де біз оны білмейміз. Ал екіншісі, ол мүліктік құқықтар жайлы айтып кетсек, негізінде атау көрсетіп тұрған кезде бұл автордың туындысына байланысты қаржылық, материалдық мүдделерді қорғайтын құқықтар болып айтылады. Бұл мүліктік құқықтар айрықша құқықтар нысаны жүзеге асырылады. Бұл автор осы кез келген әрекет берілген кезде жүзеге асыруға рұқсат беретін немесе тыйым салатын жалғыз тұлға екенін айтып кетеміз. Бұларға не жатады? Негізінде, яғни көбейту құқығы, жаңағы автордың туындысын бір немесе бірнеше данасын жазып, оны көбейте алады. Немесе тарату құқығы, туындының даналарын кез келген тәсілмен таратуға болады. Оны сатуға, жалға беруге, немесе жариялауға, сонымен қоса басқа да аудиторияға оны айтуға рұқсат етіледі. Импорт құқығы бар, және де жария көрсету құқығы, жария орындауға құқығы, яғни туындыны жаңағыдай
көпшілік алдында орындауда айтамыз. Эфирге тарату құқығы, туындыны телерадио және де басқа каналдар арқылы көпшілікке жеткізуді айтамыз. Кабель, сым немесе басқа да ұқсас құралдар арқылы да хабарлау құқығы. Сонымен қоса аудару құқығын айтамыз. Бұл туындыны басқа тілге аудару, өңдеу құқығы, туындыны қайта жасау арқылы оны аранжировкасын жасауға немесе кішкене өзге түрде өзгертуге рұқсат етілетіні жайлы айтамыз. Негізінде аталған әрекеттердің барлығы тек автормен жасалған келісімшарт негізінде ғана жүзеге асырылады. Яғни бұл мүліктік құқықтарға ие болу үшін бізде міндетті түрде автормен келісімшарт болу қажет. Сонымен қатар бұл жерде кейбір жағдайларға байланысты туындыны автордың келісімсіз пайдалануға да рұқсат етілетін жағдайлар бар. Бұл жеке мақсатта немесе табыссыз пайдалануға, яғни білім беру, ғылыми зерттеу мақсаттарында пайдалану, гуманитарлық мақсаттарда пайдалануға, оқу сипатындағы басылымдарға, радио немесе телебағдарламаларға аудио ретінде пайдалануға рұқсат етіледі. Бірақ та міндетті шарт ретінде бұл жерде автордың аты, яғни есімі міндетті түрде көрсетілу қажет. Бұл ерекшеліктердің барлығы заңның 18 және 27 баптарының арасында қарастырылған. Бұл жердегі негізгі мақсат ол автордың өз құқығын қорғау және қоғамның ақпаратқа еркін қол жеткізу құқығы арқасында теңгерімді қамтамасыз етуді айтады. Негізінде авторлық құқықты қорғау белгісі ретінде оны қалай қорғай алады, ол келесі өздеріңіз слайдта көріп тұрған кезде автор немесе құқық иеленуші ол өзін тиесілі ретінде құқықтарға туралы хабарлау үшін авторлық құқықты қорғау белгісін міндетті түрде қолдану керек. Бұл белгі туындының әрбір данасында орналастырылады және міндетті түрде ол 3 элементтен тұрады. Оны айтып кететін болсақ, жаңағыдай шеңбер ішіндегі латындағы C әрпі, яғни копирайт знагы немесе автордың аты жөні, сондай-ақ бар болса құқық иесі жайлы деректер, сонымен қоса туындының алғаш қашан жарияланғаны жайлы міндетті түрде көрсетілу керек. Келесі қызықты фактілерге жаңағы копирайт жайлы айтып кететін болсақ, негізінде знак копирайта немесе авторлық құқықтың қорғау белгісі ол бізде 1952 жылы қабылданған дүниежүзілік авторлық құқық туралы конвенцияда, яғни Женева конвенциясында қабылданған болатын. Бұл құжатта белгіні туындының заңсыз пайдалануын қорғау үшін және де оны басқа авторлардан қорғау үшін қолдануға ұсынылған, сондай-ақ оны әрбір кітап данасына орналасуды көзделген. Ал сонымен қоса копилефт ұғымы, яғни автордың рұқсатынсыз туындыны өзгертуге және таратуға мүмкіндік беретін еркін тарату идеясы білдіреді. Яғни копилефт белгісі бойынша бұл біз туындыны пайдаланушы автордан арнайы рұқсат сұрамай-ақ ары қарай қолдана алатынын айтып кетеміз. Ал кейбір жағдайларда осы авторлық құқықты қорғау мақсатында әдейі жалған ақпарат енгізу әдісі қолданылады. Яғни бұл көбінесе карталарда, энциклопедия, сөздіктерде және де басқа да анықтамалық басылымдарда кездеседі. Бұл жайлы бұл құқық бұзушыны анықтап, құқық бұзушы кім екенін тануға көмектесетін болады. Париждегі Эйфель мұнарасының тіпті осы түнгі жарықтануы да бұл автор құқықпен қорғалатын қазіргі замандағы өнер туындысы ретінде атап кетсек болады. Сондықтан мұнараны мысалы түнде рұқсатсыз түсіп, сол суреттерді коммерциялық мақсатта пайдалану үшін бізге арнайы мысалы рұқсат қажет жоқ. Біз бұл мұнараны әрдайым турист ретінде де, саяхатшы ретінде де суретке түсіріп қолдана аламыз. Немесе тағы да екінші фотоға назар аударсаңыздар, бұл Германиядағы мейрамханаларда тағамдарды фото суретке түсіру және де рұқсатсыз таратуға болмайды Германия мемлекетінде. Себебі бұл жерде шеф аспаздың авторлық құқығын бұзу болып танылады. Сондықтан бұл жерде мұқият міндетті түрде рұқсат сұрап қолдану қажет болады. Келесі айтылатын
авторлық құқықты біз бұзған кезде не болады? Негізінде Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 198 бабына сәйкес авторлық құқықты бұзған кезде бізге міндетті түрде жауапкершілік көзделген. Заң жүзінде жаза түрлері ол бізде 80 айлық есептік көрсеткіштен басталған айыппұл және де сол мөлшерде түзету жұмыстары, 80 сағатқа дейін қоғамдық жұмыстарға тартылу немесе 6 жылға дейін бас бостандығынан айыруға жазаланады. Осы авторлық құқықтағы халықаралық тәжірибеге тоқталып кетейік. Негізінде жаңа жоғарыда айтылғандай, Берн конвенциясы бұл авторлық құқықты автоматты түрде қорғау қағидатын бекітеді. Яғни ешқандай формальды рәсімдерді талап етпейді. Алайда тәжірибеде тіркеудің болмауы автордың пайдасын әрдайым жұмыс істей бермейді. Әсіресе бұл шетелде сот дауларында немесе туындыны коммерциялау барысында қиындықтар туғызуы мүмкін. Сондықтан, егер де сіз өзіңіз автор немесе құқық иеленуші ретінде туындыңызды шетелде пайдалануды жоспарласаңыз, сіз міндетті түрде сол елдердегі тіркеуді ұсынылып қарастыруыңыз қажет. Және де әртүрлі елдерде де авторлық құқықтарды қорғау ол әртүрлі жүреді. Мысалы, осы Ресей мемлекетінде бұл жерде компьютерные программы EVM, яғни компьютерлік бағдарламалар мен деректі базалар, сондай-ақ оларға байланысты құқықтарды беру туралы шарттар мемлекеттік тіркеуден өтеді. Ал Америка құрама штаттарында барлық авторлық құқық объектілерін, соның ішінде бағдарламалық қамтамасыз етуге тіркеуге болады. Сонымен қатар авторлық құқық бұзылған жағдайда сотқа талап қою үшін туындының тіркелуі міндетті. Ал Еуропалық одақта, яғни Евросоюзда бұл автордың құқықтары арқылы бұны депозитарий, яғни жеке тіркеуге рұқсат етіледі. Бұл депозитарий бұл арнайы архив, осы автор өз туындысын сақтауға тапсырады, ал архив қызметкерлері бойынша оны тіркеп авторлық куәлік берілетін болады. Ал куәліктің осы туындының атауы, авторы және тіркелген күні көрсетілуі қажет, себебі бұл құжат белгілі бір уақытта авторды нақты туынды болғанын дәлелдеуге мүмкіндік береді. Мысалы, сот жағдайында, даулы жағдайларда да депозитарий бұл фактіні сотта растай алатын болады. Еуропалық одақта сонымен қоса авторлық құқықтардың тіркеуімен айналысатын танымал ұйымдардың бірі бұл Copyright House, жаңағы айтып кеткен. Бұның сертификаты арқылы біз құқық бұзушылықтарының немесе үшінші тұлғалардың талап етілген туындыны жағдайда маңызды дәлел бола алады. Ал Жапонияда компьютерлік бағдарламаны авторлық құқық депонирлеу, яғни сақтауға бере алады. Бұл рәсімді Жапониядағы осы патенттік ведомство жұмыстарылады. Келесі осы Казпатент, яғни ұлттық зияткерлік меншік институтыда авторлық құқық саласындағы сараптамалық ұйым бар. Бұл жерде авторлық құқық және де сабақтастық құқықтар туралы заңның 9-2 бабына сәйкес ол авторлық құқықпен қорғанылатын объектілерге қатысты құқықтардың мемлекеттік тізілімін жүзеге асыруды, сонымен қоса тізілімді оның қолжетімділігін қамтамасыз ету функцияларын жүзеге асырады. Тізілімге мәліметтер енгізу және өзгерістер енгізу қызметі мемлекеттік қызмет болып табылады. Қызмет көрсету мерзімі бір жұмыс күні ретінде қарастырылады. Келесі слайдқа назар аударсаңыздар, біз бұл жерде авторлық құқыққа қалай тапсыратынымыз жайлы айтып кетеміз. Негізінде зияткерлік меншік объектілері бөлімін таңдап, біздің сайтқа кіресіздер. Бұл жерде зияткерлік меншік объектілері бөлімін таңдап, осының ішінде авторлық құқықтар бөлімін белсендіру қажет болады. Бұл жерде әрі қарай өтінім беру деген батырманы басасыздар. Бұл кезде электрондық цифрлық қол көмегімен кіру қажет болады. Бұл жерде тек жеке тұлғалар кіре алады, заңды тұлғалардың ЭЦП-сы бұл жерде жұмыс жасамайды. Бұл жерде біздің сайтқа қосылғаннан кейін сіз авторлық құқық объектісін өтінім беру деген батырманы, кнопканы таңдайсыздар. Бұл жерде өзіңіздің рөліңізге байланысты сіз автор немесе сенімді тұлға екеніңізді таңдау керек. Сіздің атыңыздан сенімді тұлға да документтерді тапсыра алады. Келесі өтінімді басу батырмасын белсендіреміз. Бұл жерде
сайт ашылған кезде біз деректер бөліміне өтіп төменде көрсетілген маңызды мәліметтерді толтыру қажет. Бұл бізде автордың туындының атауы және туындының қандай түрі және жасалған күні. Туынды түрі ол өзіңіздің туындыңызға сәйкес, мысалы әдеби туынды, ғылыми туынды, фотографиялық туынды деген сияқты. Ал бұл кезде келесі тіркелу құжаттар деп аталады. Біз бұл жерде өзіңіздің туындыңызды Word, PDF, JPEG файлары арқылы, немесе егер бізде компьютерлік бағдарламалар болатын болса, бұл RAR немесе ZIP файлдар арқылы жүктеу қажет болады. Келесіде бізде төлем ол банкте онлайн режимде жүзеге асырылады. Бұл электрондық почта деректерін енгізіп, ары қарай төлем жасауға өтіп кететін боламыз. Төлеу жасаушының банк картасының деректері енгізіледі. Қазіргі таңда 3 айлық есептік көрсеткіш, яғни 12.975 теңге болып табылады. Авторлық құқықты тіркеу. Әрі қарай өтінімді қалыптастыру батырмасын басасыздар. Бұл жерде сіздің электрондық өтінішіңізде PDF форматында қалыптасады және өтінім пайда болады. Бұл жерде өтінімге қол қойып, батырманы басып, ECP арқылы қол қою қажет болады. Жалпы келесі слайдта сіз авторлық құқықты зерттеу объекті тіркеуді қаншалықты өскенін көре аласыздар. Бұл 2021 жылдан қазіргі 2025-2026 жылға қарағанда 2 есе өскенін көресіздер. Рахмет назарларыңызға. Келесі сөзді сұрақ қойсақ бола ма? Иә, сұрақ қоя беріңізге. Рахмет, сәлеметсіз бе? Жалпы мне мысалы үшін мен түсінгенше Казпатент деген сонда мен могу запатентовать свой бренд, да, получается? Мысалы үшін менде өзімде Мойнақ Шұжық деген колбасный цехтың несі бар, иә, атауы бар. Сол атауын сонда патентовать етеміз бе? Әлде шығарылып жатқан өнімді патентовать етеміз бе? Бұл келесі спикерге сөз берейін. Бұл тауарлық знактарға байланысты сұрақ болатын. Спикер тыңдап, соңында сұрақты қайтадан қоя аласыз. Авторлық құқық сұрақтары бар ма? Жоқ, авторлық құқықты сонда біз сонда только кітап жазсақ, соны патентовать етеміз. Авторлық құқық ол туындының өзіне беріледі. Жаңа айткендей, кез келген шығармашылық туындының барлығы ол авторлық құқық болып табылады. Әдеби туынды, немесе егер сіз ғылыми туынды, произведение науки жасаңыз, немесе сіз IT саласында жұмыс жасап, компьютерлік бағдарламаны жасасаңыз, соны авторлық құқық арқылы қорғай аласыз. Яғни сәлеметсіздер ме? Менде сұрақ бар еді. Мемлекеттік. Ал енді мысалы үшін мен мысалы үшін бір какой-нибудь эксклюзивный рецепт, например, сделала, да, мысалы үшін колбасаның. Соны я, получается, сол рецепті могу запатентовать, да, получается? Рецепттің өзін, яғни сіз бұл жерде рецепттің қалай жасалынатыны және де ол рецепт тарап кетпес үшін сіз сол произведениені жазу арқылы әдеби туындының өзін қорғай аласыз. Яғни бұл рецепті қалай толық қолданбас үшін. Яғни бұл туындының өзіне авторлық құқық енгізіледі. Ал егер сіз патент немесе жаңағыдай тауарлық знак өзіңіздің рецептке немесе географиялыққа байланысты болатын болса, бұл басқа отделдардың сұрағы болып табылады. Яғни авторлық құқық ол әдеби туындыға қарастырылады, ғылыми туынды, жаңағы айтып кеткендей компьютерлік бағдарламаларға байланысты. Жақсы, рахмет. Жақсы, рахмет. Менде сұрақ қойсам болады ма? ИП кәдзергер. Бізде күміс бұйымдарын шығарамыз да, өнім. Қазақи нақышта, және де бізде авторлық жұмыстарды көп шығарады. Мастеріміз, жолдасым, және оның несі семейный жұмыс. Мысалы, патенттеу үшін тоже жаңағындай авторлық құқық жасату керек болады ғой, да, чтобы біздің затымызды басқа кісілер копировать етпес үшін. Бізде жаңа айтып кеткенде авторлық құқықтың бірнеше түрлері болады ғой. Сонымен қоса бізде сол жерде авторлық құқықта произведение дизайна, яғни дизайн туындысы, немесе произведение прикладного искусства деген болады. Сіз соны таңдау арқылы экспертизаға, яғни авторлық құқыққа жіберсеңіз болады. Бізде дизайнды да өзіміз ойластырады.
және де күмісті де цехтан шығарады да, то есть бәрі өзімізден өндірістен шығып жатыр. Сол себепті бізге осы патентте өте қатты қажет еді. Сол сабаққа қатысып отқаным осы еді. Біз оны өзіміз мысалы тіркей алмасақ сіздерге жүгінсек болады ма ол жөнінде? Ерекше жұмыстар бар да, бұйымдар. Жоқ, бұл жерде өзіңіз патент обладательдер арқылы жұмыс жасасаңыз болады. Біз тек экспертизаны өткіземіз. Біз жалпы осы авторлық құқық жайлы толық мәлімет беріп жатырмыз. Егер сіз жаңағы өзіңіздің жүзігіңізді, яғни дизайнын қорғағыңыз келсе, сол дизайнды қолданбау үшін жаңа айтып кеттім ғой, сайтқа кіріп, туындының түрін таңдайсыз деп, сол жерде өзіңізге керек туынды объектісінің түрін, вид объектісін таңдау керек болады. Я просто біздікін копировать етіп отқан бір-екі жерді байқап қалдық та, біз сол себепті патенттегіміз келіп отыр, именно біз шығарған туындыны шығарған үшін. Құрметті қатысушылар, тағы сұрақтар болады ма? Сұрақтарыңызға рахмет. Тағы бір сұрақ қойып жіберсем болады ма? Мысалға, мен сублимированный бешбармақ шығарып жатырмын, қазіргі таңда. Соны қалай енді патенттеймін ба, оны товарный знак аламын ба, сол жағын түсінбей тұрмын да мен. Қазір басқа спикерлер айтып кетсе, сосын сұрақтарыңызды қойсаңыз Сонда болады. казпатент деген тек манағы творческий нелерге да, сонда получается, да? Осы сұрақ келесі спикер сөз сөйлейді. Бұл тақырыбымыз тауар белгілерін Қазақстан Республикасында құқықтық қорғау. Бұл туралы сіздерге тауарлар белгілері сараптама басқармасының аға сарапшысы Датанова Айша Байкенжеқызы айтып береді. Айша, бір секунд. Қайырлы күн баршаңызға. Ұлттық зияткерлік меншік институты тауар белгілері сараптама басқармасының аға сарапшысы есімім Байтанова Айша. Бастамастан бұрын ең бірінші қойылып жатқан сұрақтарға қысқаша жауап беріп кетсем, одан кейін тауар белгілері жайлы және оны құқықтық қорғау жайлы сіздерге презентациямды баяндайтын боламын. Жаңа сұрақ болып жатыр, жалпы казпатент немен айналысады деген. Казпатент творческий адамдарға арналған жер, тек қана оларға емес, сонымен қатар кез келген тұлғаларға арналған. Яғни заңды тұлғада, жеке тұлғада өзінің кез келген құқығын қорғай алады. Мысалға, ол тауар белгілері болуы мүмкін, авторлық құқық болуы мүмкін. Бізде әртүрлі салаға бөлінген. Сіз өзіңізге қажеттісін таңдайсыз да, әрі қарай оны тіркеп аласыз да. Осыға дейінгі менің әріптесім авторлық құқық жайлы болды. Қателеспесем, кітап жайлы айтты, дизайны жайлы айтты, және тағы да басқа информациялар жайлы айтты. Ал сіздер рецепті, оны және способ приготовления дейміз, қалай қолданатындығы, мысалға, жасалынатындығы жайлы сұрап жатырсыздар. Ол бойынша біздің басқа да департаменттер дейміз, басқа да мысалға менің әріптестерім жұмысын атқарады. Сол себепті сізге ең бірінші қолданып жатқан, сатып жатқан тауарыңыздың немен айналысатынын шешіп алу керек. Және оны қалай қорғаймын деген сұрақтарға жауап беріп алу керек. Оны толықтай тауарды сыртқы бейнесінде, оны способ приготовления дейміз, яғни қалай дайындалатындығында, құрамында, барлығында патент немесе регистрация ала аласыздар. Сол себепті ең бірінші сіздерге қалай құқықтық қорғаймын деген сұраққа бірінші жауап беру керек. Барлық жағынан да біз ол тауарды, осы казпатент, Қазақстандағы жалғыз ұйым, біз заңмен қорғай аламыз. Бір тауардың сыртын да, ішін де қалай қолданасыз, қай жерде қолданасыз, барлық жағынан оны құқықтық қорғай аламыз. Яғни осыға дейінгі презентация бізде авторлық құқық бойынша болды. Әрі қарай мен тауар белгілері бойынша сіздерге презентация жасайтын боламын. Яғни сіздердің сатып жатқан тауарларыңыздың сыртқы жарнамада, немесе өзі тауар алған кезде сыртын көресіздер ғой, сол жерде жасалған логотип, бренд дейміз, сол бойынша бұл презентация сіздерге жалғасатын болады. Осымен әрі қарай айтатын болсам, мен жаңа айтып кеттім, тауар таңбасы деп те айтамыз, немесе оны балама түрі, тауар белгісі деп те айтамыз. Соның Қазақстанның заңында көрсетілген анықтамасы сіздерде слайдта көрсетілген. Ал жалпы өзіміздің тілмен айтатын болсақ, жалпы тауар белгісі дегеніміз не? Бұл кәсіпкерді, немесе компаниясын, немесе белгілі бір жеке тұлғаның өз тауары немесе қызметін басқа өндірушілермен айқын ажырату үшін пайдаланатын, заңмен қорғалатын ерекше белгі болып табылады.
мысалға делік, сіздерде кез келген 5 тауар бар дейік. Суретте 5 тауар көрсетілген. Олар барлығы да бірдей. Мен ішіне немесе оның қалай жасалатындығына және тағы да басқа сұрақтарды енді жаңа айтып кеткендей оны басқа департамент қарастырады. Ал мен тек қана сыртқы бейнесі біз үшін не үшін керек? Сіздерде мысалға кез келген супермаркетке немесе белгілі бір тауар торговый центр дейміз, сол жерге кіргенде сіз бірінен бірін ажыратуыңыз керек қой тауарды. Немесе сіз ғана емес, басқа қарапайым халық та кез келген тұлға да ажырата білу керек. Сол бейнесі бізде тауар белгісі болып табылады. Мысалға 5 тауар алдымызда суретте көрсетілген, 5 тауарды халық ажырату үшін оның сыртқы бейнесіне қарайды, тауар белгісіне қарайды. Мысалға, мен бірінші тауарды көру арқылы бұны әлемдік бренд Samsung компаниясына тиесілі екенін анықтай аламын. Екінші, KFC, одан кейінгі бейнелеу суретіне байланысты Today Coffee немесе Coca-Cola'ға жататындығын білемін. Яғни тек қана сыртқы бейнесін қарай отыра мен ол қай әлемге тиесілі, қай елге тиесілі, қай өндірушіге тиесілі және оның ішінде не бар деген сияқты ақпараттарды біле аламын. Ал бұл деген барлық адам бір белгіні алып қолдана алмайды ғой, ол деген бір ғана тұлғаға тиесілі болу керек. Сол себепті осы Казпатентте сіздер оны тіркей аласыздар. Яғни ол сізге ғана тиесілі болады. Яғни бірінші суретте көрсетілген әлемдік бренд Samsung бұл тек қана Кореяда орналасқан өндірушіге тиесілі. Кез келген қазақстандық тұлға немесе әлемнің бір тұлғасы оны тіркей алмайды. Біз білеміз, тек қана тауарды алып жатқан кезде сол Кореяның өндірушісіне тиесілі екенін білеміз. Сол сияқты Қазақстанда өзімізге белгілі кез келген мысалға қандай бар? Нәтиже болсын, Каспи банкі болсын, ол белгілі бір тұлғаға ғана тиесілі болады. Сол сияқты тауар белгісінің маңыздылығы осыда. Сіздер тіркелген тауар таңбасының белгісінің қандай артықшылығы бар деген сұрақ қызықтыруы мүмкін. Тіркелген сауда белгісі ең бірінші артықшылық, сіздер тіркеу туралы куәлік аласыздар. Яғни орысша айтқанда бұл свидетельство. Сіздер кез келген басқа тұлғаға көрсете аласыздар. Бұл менің тауар белгім, бұл менің қызмет көрсету белгім деген сияқты ең алдымен заңмен қорғалған сіздерде куәлік болады. Және өзге тұлғаларды ескерту мақсатында өздеріңіздің қызметтеріңізге немесе тауарларыңызға R деген сияқты тауар белгісін жабыстыра аласыздар, көрсете аласыздар. Осы сыртта көрсетілген кез келген тауарды алып қарасаңыздар, сыртында R деп тұрады. Бұны тек қана қазақстандықтар емес, көбінесе халықаралық брендтер де қолданады. Кез келген тауарда осы TM немесе R деп қояды. Бұл өзгелерге ескерту мақсатында қойылған белгі. Бұл белгіні тек қана сол куәлік арқылы аласыздар. Әрине, бұл бәсекелестіктерден қорғайды, құқық бұзушылықтарды сіздер кейін жауапқа тарта аласыздар, немесе өзіңіздің тауар белгіңізді өзге тұлғаға өндіруге рұқсат берсеңіздер, сол рұқсат беру арқылы билік етуден пайда ала аласыздар. Яғни тауар белгісінен сіздер тіркеу арқылы пайда ала аласыздар. Бұл көбінесе бізде мысалы франшиза деп белгіленеді. Әрине, одан кейін тауар таңбасы біздің ұлттық тізілімге енеді. Осындай өзінің артықшылықтары бар. Айрықша құқық, заңды қорғау, плагиаттан қорғау, нарықта танылу, бренд құнын арттыру сияқты өзінің артықшылықтары бар. Артықшылықтарына жалпы не үшін керек, жалпы презентация не жайлы екенін осылай қысқаша сіздерге түсіндіріп өттім. Енді әрі қарай мен сіздерге мысал келтіре отырып түрлерін көрсетейін. Ең танымал бізде түрлері, мысалға сөз тауар таңбасы деп айтайық. Көріп отырғандарыңыздай бізде ойшо белгісі әлемдік Adidas, Camry, So Good тауар белгілері тіркелген. Бұлардың барлығы да сөз тауар таңбалары. Яғни белгілі бір сөзді сіз өз атыңызға тіркеп аласыздар. Бұл қазақша сөздерде болуы мүмкін. Мысалға, береке, шаңырақ, адал, самал деген сияқты белгілі бір қазақша атауларды өзге адам тіркеп алмаса, өздеріңізге тіркей аласыздар. Тек қана ол мағынасы бар сөз тауар таңбасы болмауы мүмкін. Сонымен қатар мына көрсетілген Adidas ойшо сөздері ешқандай мағынасы жоқ. Яғни ойдан құрастырылған тауар белгісі, тауар сату үшін ойлап табылған тауар белгілері болып табылады. Әрі қарай ол әріптік тауар белгілері, мысалға Triple J, H&M, KFC сияқты әріптен ғана құралған тауар белгілері болуы мүмкін.
әрі қарай бейнелеу, изобразительный деп атаймыз. Бұл жерде тек қана суреттен белгіленген тауар белгісі. Біз бір суретті көру қай өндірушіге жататынын біле аламыз. Мысалға, суретте көріп тұрғанымыздай Тасай екенін айта аламыз, Додо пицца деген сияқты белгілі бір суретті көру арқылы біз тауар белгісін еске түсіреміз. Және сұрақ пайда болар, суретті араластырып, әріпті араластырып тауар белгісін тіркей аламыз ба деген. Әрине, бұл келесі түр, жиі кездесетін түрі аралас тауар белгісі деп аталынады. Яғни сурет те бар, әріп те бар, кез келген элемент бар белгілі, бізде аралас тауар белгісі болып табылады. Тәп-тәтті міне тіркелген BMV дейді, және де мега және тағы да басқалары осылай осы тауар белгісін таңдаған. Әрі қарай ең жиі кездеспейді, дегенмен де тауар белгілерінің түрі болып табылатын түрлері бұл дыбыстық. Samsung ұялы телефон қосқанда белгілі бір әуен қосылады ғой, бұл да дыбыстық тауар белгісі болып есептелінеді. Немесе жаңа кесілген шөптің иісі, теннис топтарын алған кездегі белгілі бір иіс шығады. Торговый центр дейміз, соның ішіне кірген кезде белгілі бір иіс шығады. Соны тек қана өзіңіз қолданатын қылып тіркей аласыздар. Әрі қарай түрлері позициялық, жылжымалы, түсті, көлемді деген түрлері бар. Заңмен қарастырылған. Мысалға, күлгін түсті көрген кезде бірден шоколадты көрсек, бізге Milka тауар белгісі есімізге түседі. Сол себепті өзіңіз ойлап тапқан қосындылардан белгілі бір түс болса, және оны Tiffany сияқты сіздер өздеріңіз ғана қолданғыларыңыз келсе, осы тауар белгісі, түстік тауар белгісі ретінде тіркесеңіз болады. Түрлері бойынша біздер түсіндіріп өттім деп ойлаймын. Осы белгілі бір түрін сіздер таңдағаннан кейін бір немесе бірнеше мыңдаған жүздеген түрлерін тіркей бере аласыздар өзіңіз тауарлығыңызға байланысты. Бастысы сол түрін таңдағаннан кейін тіркеуге өтінім берер алда сіздерге белгілі бір топтама береді. Бұл тауарлар мен қызметтердің халықаралық жіктемесі болып табылады. Яғни халықаралық жіктемеде 45 сынып болып есептелінеді, оның ішінде 34-і тауар, ал қалған 11-і қызмет болып есептелінеді. Яғни сіз тауар белгісінің түрін таңдадыңыз, кейін топтамаға сәйкес сыныбын таңдайсыз. Мысалға, бізде 29-шы сыныпта сүт өнімдері және шұжық деп айтып жатты осы тыңдап жатқан тыңдаушылар. Осының барлығы 29-шы сыныпта жатыр. Ал 12-ші сыныпта велосипед, автомобиль сияқты өнімдер осы 12-ші сыныпта. Сол сияқты 34 сыныпта әрбір товар көрсетілген. Әрі қарай 35 пен 45 арасында бізде қызметтер көрсетілген. Мысалға, бастауы 35-ші сынып, бұл коммерциялық немесе жарнамалық мақсатта гүлдер мен өсімдіктерді көрмелерін ұйымдастыру сияқты қызметтер, яғни бизнес услуга дейміз, бизнес қызметтері осы 35-ші сыныпта көрсетілген. Мысалға, 41-ші класста оқыту бойынша қызметтер, 43-ші класста қонақ үй, ресторан, кафе қызметтері, және соңғы 45-ші класста құқық саласындағы қызметтер орналасқан. Ең бірінші этап сіздер тауар белгілерін таңдайсыздар, және осы сыныпқа сәйкес өзіңіздің өнімдеріңізді таңдайсыздар. Бір сынып, бір тауар болуы мүмкін, немесе 45 кластың барлығында алып алсаңыздар болады. Бірақ атап өтетін жайт, мысалға, сіз сүт деген сөзді тіркей алмайсыз, нан деген сөзді тіркей алмайсыз. Себебі бұл заңға сәйкес келмейді. Өйткені сүт деген сөзді, сүт өнімдері деген сөзді барлық тұлға қолдана алады. Дауысты өшіріп қойса, кешірім сұраймын. Ортақ сөздерді сіздерге тіркеуге бермейді. Дегенмен де мысалға, самал сүт өнімдері деп сіздер біздерге тіркеуге бере аласыздар. Біз самалды қорғаймыз, бірақ сүт өнімдерін дискомацияға жібереміз, яғни қорғалмайтын элемент болып табылады. Сол сияқты велосипед деген сөздер олар тіркелмейді. Бұл дегеніміз жалпы немесе терминдар осылай қорғалуға жатпайды. Бұны ескеріп өтсеңіздер. Тауар таңбасын сараптау және тіркеу рәсімі. Сізделік тауар таңбасын, сыртқы бейнесін сізде тіркеймін деп өздеріңізге шешім қабылдадыңыздар, оның сыныбын таңдадыңыздар, түрін таңдадыңыздар, әрі қарай Казпатентте қалай тіркеймін деген сұрақ сіздерде туындайды. Жалпы қалай тіркейміз? Бізде жалпы тіркеу 7 айды қамтиды. Оның ішінде 1 айы алдын ала толық сараптама. Сонымен қатар жеделтілген өтінім бар, ускоренная
оның бағасы сәйкесінше болады. Жалпы қарапайым тіркеу бойынша айтып отырсам, тауар таңбасын сараптау бойынша алдын ала сараптама бұл бізде 1 ай бойы болады. Яғни ол жерде не істейді алдын ала сараптамада? Сіз берген тауар белгісін біз қараймыз. Құжаттары түгел ме, мазмұны дұрыс па, және де мысалға суреті сәйкес келе ма біздің берілген тіркеу рәсіміне. Сонымен қатар доверенное лицо дейміз, яғни сіздің заңды тұлғаңыз барлығы да дұрыс па, доверенный сенімхат дұрыс па деген сияқты сұрақтарды, құжаттарды түгендеп шығамыз да, толық сараптамаға дайындауға өткіземіз. Сіздер толық сараптаманы 6 ай күтесіздер. 6 ай ішінде біз не істейміз? Біз сараптама жүргіземіз. Біз, яғни эксперттер, сараптама барысында не тіркейміз? Осыға дейін мысалға сөздерді басқа тұлға алып алмады ма, ол тіркелуге жатады ма, заңға сәйкес пе, және де әлемдік тіркелуде бар ма, жоқ па, ешкімді көшіріп алмады ма, сіз ойлап табылды ма, жоқ па, және тағы да басқа сұрақтарды біз қарастырамыз, және де экспертиза жасалынады. Кейін сізге ол бойынша алдын ала сараптама қорытындысы жіберіледі. Бірден отказға дейміз, яғни бас тартуға кетпейді, сізге алдын ала көрсетеді. Біз осы үшін тіркейміз, немесе осы үшін тіркей алмаймыз деп. Кейін қарсылығыңызды жасаңыз болады. Одан кейін ғана барып толық сараптама нәтижелері сіздерге шығады. Сол себепті осылай міне тауар таңбасын сараптау осылай жүргізіледі. 1 ай бойы алдын ала құжаттарды тексереміз, кейін 6 ай бойы толық сараптама жүргіземіз. Әрине сәтті өтеді деп ойлаймын. Сәтті өтсе сіздер куәлік аласыздар. Ол тауар таңбасын тіркеу туралы 3-ші жартысында міне слайдта көрсетілген. Ары қарай рәсімдерді менің әріптестерім сіздерге көрсетіп, әрқашан сопровождать деп отырамыз, яғни сіздерді қастарыңызда жүре сараптамау және тіркеу рәсімі жайлы слайд болатын. Келесі тауар белгілері және қызмет көрсету белгілерін қандай жолда біз тіркемейміз, яғни тіркеуге жол бермейтін абсолюттік негіздер мен тіркеуден бас тартудың өзге де негіздері. Бұл біздің заңымыздың, осы слайдта көрсетілген заңымыздың 6 және 7 баптарында көрсетілген. Қарап, танысып оқып шықсаңыздар да болады. Мысалға, жиі кездесетін тіркемейтін жай, ол басқа адам тіркеп алса өзіне. Ол атауды, немесе суретті делік, немесе және айтып өттім ғой, сөт деген сөздерді біз тіркемейміз. Жалпыға ортақ қолданатын сөздер, немесе тауарды сипаттайтын сөздерді ол тіркелуге жатпайды. Бұл 6 және 7 бапта көрсетілген. Барлығы сәтті өтті делік, сізде куәлік алғаннан кейін бұл 10 жыл бойы заңмен қорғалады. Яғни 10 жыл бойы өзге тұлғаларға сіздер өзге тұлғалардың қолданбауын талап ете аласыздар. Және де 10 жылдан кейін әрбір 10 жылға ұзартып отыра аласыздар. Әрі қарай әрбір 10 жайын ұзартылып отырады. Бізде мыңдаған, жүз мыңдаған тауар тіркелген. Тек қана Қазақстан тауарлары емес, сонымен қатар халықаралық тауарлар да тіркелген. Солардың мысалы бірегейі танымалы біздің отандық бренд нәтиже, міне көріп отырғандарыңыздай, Рахат, және де әлемдік брендтер Coca-Cola, iPhone, Pampers деген сияқты белгілер. Және де тек қана тауар емес қой бұл жерде айтып жатқан, сонымен қатар қызмет те бар. 43-ші сыныпқа тіркелінген бұл сандық рестораны, бұл яғни кафе санаты, ресторан санатына өзінің сандық атауын тіркеп алған болатын. Сол сияқты сіздер өздеріңіздің сатып жатқан тауарларыңызды біздің ұлттық заңнамаға сәйкес тіркей аласыздар. Жоғарыда айтып өткеннен кейін, тіркегеннен кейін өзге тұлғаларды бәсекелестікте сақтау мақсатында сіздер R немесе трейдмарк TM сөздерін, сөз емес әріптерін қолдана тауар белгілеріне қоя аласыздар. Кейін бұны бренд, тауар белгісі бренді, немесе тауар таңбасы, логотип типте атауларыңызға болады. Бұның барлығы айтылып жатқан жалпы тауар белгілі жалпы презентация, тауар белгілі құқықтық қорғау немен заңда қорғалады? Әрине ұлттық заңнамамен қорғалады. Соның ішінде Қазақстан Республикасының азаматтық кодексінің ерекше бөлімі, кәсіпкерлік кодекстер, және де ең бастысы біздің қолданатын тауар белгілері туралы заң, ол тауар таңбалары, қызмет көрсету таңбалары және тауар шығарылған жерлердің атаулары туралы Қазақстан Республикасының заңы. Кейін сонымен қатар халықаралық келісімшарттармен де қорғалады. Бұл таңбалар халықаралық тіркеу туралы Мадрид келісімі және таңбаларды халықаралық тіркеу туралы Мадрид келісіміне хаттама болып табылады. Осы заңға егер де барлығы да сәйкес келсе, әрине сәтті түрде тіркеледі. Жалпы
бұл айтылған презентацияны сіздер әрине модератордан ала аласыздар. Сонымен қатар бізде Астана қаласында орналасқан кеңсемізге келе аласыздар. Бұл Мәңгілік елде орналасқан. Сонымен қатар контакт-центрдің әлеуметтік желілерінің барлығында белсендіміз. Инстаграм, Фейсбук санаттарына кіріп көре аласыздар. Сол жерден жаңалықтар жайлы өзіңіздің қызықтырған сұрақтарыңызды қоя аласыздар. Қазір өздеріңіз белгілеріңізді, сыныптарыңызды таңдап алып, сұрақ пайда болып жатқан жайда осы контакт-центр әрқашан бізде қосулы. Сонымен қатар, қазір сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Саламатсыз ба? Бұның бәрі ақылы түрде ма, тегін бе? Ақылы түрде. Ол Казпатент сайтында біздің тарифтер көрсетілген. Заңды тұлғаларға, жеке тұлғаларға бөлінеді. Алдын ала сараптауда, толық сараптамада ақылы түрде. Үш мәрпе деп баны айтты ғой, ол авторлық құқық. Иә, бұл бізде басқа болып табылады. Авторлық құқық басқа, тауар белгілері басқа, және көрсететін қызметімізге қарай біздің баға да басқа болып есептелінеді, қызмет бағасы да болып есептелінеді. Біздікі, қателеспесем, енді нақты сумасын қарау керек тарифтен, бірақ 100 мың көлемінде болады. Бір сұрақ қойып жіберейін бе? Жалпы идеяны қорғауға болады ма? Әрине болады, кез келген қорғауға болады. Мысалы, сізде қандай идея? Мана бешбармақ идеясы ғой, симулирование. Енді мен сізге қате ақпарат беруге болмайтын шығар, кірмеді, құзыретіме кірмейді жауап беру. Жалпы идея қорғалады, ол жайлы толық әріптестерімнен сұрасаңыз болады, немесе жаңа колл-центрге хабарлассаңыз болады. Әрине қорғап, оны шығарып жатсаңыз, кейін сыртына берілген тауар белгісін, оны енді менің басқармам қорғайтын болады, қарастыратын боламыз, сараптаманы жүргізетін боламыз. Сәлеметсіз ба? Сұрақ қойып жіберсем болады ма? Мысалы, мен ешкі сүт өнімін өндірем, ақ өнім деген, сол оған болады ма? Енді ол жерде өнім деген сөз бар, например. Сипаттамасы ақ. Шыны керек, мен сізге нақты жауап бере алмаймын, себебі сараптама жүргізу керек қой. Бірақ та ақ өнім деген қорғауға жату керек. Мысалға, оны бізге бірінші бересіз, ақ өнім, қазақшасы енді ол қорғауға жататын секілді сараптама болса, жатады деп сізге қорытынды келетін болса, өзгелерге ақ өнім деген сөзді қолданбауға Қазақстан Республикасы территорияларында рұқсат бермеуге құқығыңыз бар. Енді қарапайым сөз болмай тұр, кішкене ойландыратын сөз болып тұр, сол себепті сараптаманың қорытындысын күту керек. Сонда мана 100 мың теңгеге деген шыға ма? Сосын тағы бір сұрақ, например, біз мана сыртқы белгілерін деп қорғаймыз деп. И плюс мана идеяны да қорғағым келеді. Сосын плюс технологиясын қорғағым келеді. Каждыйына бөлек-бөлек сонда не аламыз ба? Обращение дейміз, сонда департамент бар, авторлық құқық басқармасы бар, тауар белгілерін департамент. Бір өнімге жеке-жеке барлық жағынан сіз құқықты қорғай аласыз. Сізден идеяңызды кейін құқықты қорғайды, оның рецептін де кейін қалай дайындалу жолында сыртқы логотипіне дейін Казпатент қарастыра алады. Тағы бір сұрақ менде, киізден ұлттық нақыштағы жастарға аяқ киім тігетін ойым бар болашақта. Соғанда маған полностью идеямды да, аяқ киімді де, оған ұқсас аяқ киімдер шығып жатыр, бірақ мен өзімдікі басқа деп отыр дизайны. Маған бұның бәрі патенті бі? Ешкім қайталамасын, мен ғана шығарам, және де сіздің жеке тұлғаңызға сізге ғана тіркелген болып десе, оныңызда кеңес береміз, әрине құқықтық қорғап алып алуыңызға. Жаңағы айтып өткенде, басқа мен әріптестерім оны сараптама жасайды, қалай сіз жасайсыз, оның түсі қандай, түрі қандай деген сияқты сәттерді оны да құқық қорғаймыз. Егер сіз қандай атаумен сатасыз, оның тауар белгілерін, оны жаңағы айтып өткен презентациямыздағыдай. Рахмет. Сізге де рахмет. Мына жерде сотовый телефоны жоқ екен, мынау? Бізде осы 62-15-15 немесе 15-16 тек қана сол қалалық телефон. Мен естіліп тұр, сұрақ қойыңыздар беріңіз. Менде мынандай сұрақ болды, сонда бүкіл сіз Казпатенттің ішінде тұрған логотиптер, товарный знактар тек қана Қазақстан территориясында жұмыс істейді ма, әлде біз мысалы Қытайға шығатын болса, ол жақта олардың қайтадан патент беру керек па?
Қараңыз, біз ұлттық Қазақстан территориясында ғана қорғаймыз. Егер де егер сыртқа шығамын десеңіз, оны біздің Қытайға шықса, әрине әлемнің кез келген жеріне бізге шықсаңыз болады. Ол қалай шығасыз? Оның екі жолы бар. Немесе Қытайға қате ақпарат бермеймін, бірақ та Қытайдың өзіне беру арқылы болады, немесе біздің осы Қазақстанда тіркеп алып, кейін бізде халықаралық басқарма деген бар, сараптау. Сол арқылы Қытайға шықсаңыз болады. Оның бағасы қанша болады примерно? Оны тарифтер бізде сайтта көрсетілген. Сайтқа кіріп, Қазпатентті сайтына тарифі десеңіз, кез келген қызметтің түрі бағасы көрсетілген. Бізде оны мен ұлттық заңнама, ұлттық неде жұмыс жасаймын басқармада, сонымен қатар бізде халықаралық бар. Келесі сұрақ, мына жерде бізде чатта қойыпты, қанша теңгеге деген жауап берді. Сертификация товара қалай болады? Егер сіз товар белгілері жайлы айтып жатсаңыз, товарный знаки, знак обслуживания айтып жатсаңыз, онда жаңағы этаптардан өткеннен кейін, сонда сізге свидетельство беріледі, яғни куәлік беріледі. Сұрақтарыңыз бар ма тағы? Саламатсыз. Сәлеметсіз бе? Менде Елімай көкөнтау қымызы деген біздің Елімай футбольный клубпен меморандум жасалған. Бізге оны обязательно қорғауға бола ма, или қорғамайда, біз өйткені рұқсат алдық қой Елімайдан? Сіздер қымыз өндіресіздер, иә? Иә. Қараңыз, қателеспесем, Елімай как футбольный клуб, футбол клубы ретінде тіркелген. Тіркелген, иә. Оның сыныбы сол қызметті қой, ол 41, 42 клуб, қателеспесем 41-ші сыныпқа жатады. Ол соған байланысты ғана не алған шығар, куәлік алған шығар. Ал қымыз деген ол тауар 30-шы класс, 29-шы сыныпта рұқсат алсаңыз да 29-ға олар бере алмайды ғой. Бере алмауы мүмкін. Сол себепті сіз қымызға бөлек ала аласыз. Жоқ, мен олардың дәп эмблемасын бәрін қайталап тұрмын ғой. Иә, жаңағы айтып өткендей олар, рұқсаты бар болса да тіркеу алуыңыз керексіз. Сол және де ол тіркеуге беретін кезде сіз сол келісім хатын барлығында тіркейсіз. Сараптама кезінде сараптамашы қарайды оның барлығын. Елімайдан келісім хатын бар ма, оны толықтай қайталанып алса, олардан келісім хатты қараймыз. Қажет болған жағдайда сізге запрос жазамыз. Сөйтіп сараптама кезінде оның барлығы толықтай қаралады. Әрине, олар өздерінің келісім беріп тұрса, неге алмасқа? Сәтті өтсе, аласыз, тіркей аласыз. Менде де бір сұрақ бар. Және кешіріңіз, толықтырып өтсем, келісім берген кезде тек қана на использование емес, сонымен қатар қолдануға ғана емес, тіркеуге рұқсат беремін деп жазу керек олар. Осы Қазақстан Республикасы Қазпатент ұлттық зияткерлік меншігіне тіркеуге рұқсат беремін деп, өзінің заңға сәйкес барлығын жазып беру керек. Келесі сұрақ. Саламатсыз. Естіп тұр ма? Иә, естіп тұр. Мен патент алдым да, на патент взяла на имя Өркен. Өркен деген атқа патент алдым. Енді мысалы мен деген пазл шығарамын да, пазлдың бізде бірнеше түрі бар да. И біз общий неге ала аламыз ба соны патент? Именно пазлдың түрлері бар да. Мысалы бір ғана түр емес, аттары бар, мысалы біз көкпар деп шығарамыз ол пазлды, серуен пазлы бар да. И соған общий бір патент алуға бола ма? Помимо того, что я там зарегистрировала несін атын Өркен деп, компанияның атын ғана регистрировать етіп қойдым да, патент алып қойдым. Қалай дедіңіз, Өркен сонымен қатар басқа қандай атаулар? Нет, Өркен ол компанияның аты. Біз компанияның Өркен деп патентін алдым да. Иә, Өркенге сізде құқықтық қорғау бар. Иә, енді Өркенді мен алдым, бірақ мен деген пазл шығарамын да, ол пазлды любой адам шығара береді. Просто Өркен деген атын шығара алмайды да, уже Өркен деп біздің атымыздан. Енді мен деген сол именно пазлға алу үшін патент, мен әр видқа алу керек боламын ба сонда? Басқа атаумен сатқыңыз келетін болса, әр атауды жеке-жеке тіркеу жасауыңыз керек болады. Сол пазл, сол тауар басқа атаумен сатқыңыз келсе, жеке-жеке. Жоқ, ол компанияның аты Өркен. А Өркеннің ішінде біз пазлдың түрлері бар да, просто пазлдың. Әр түрі бар да, товар ғой бұл. Тауар әртүрлі, сыртқы логотип атау емес, пазл әртүрлі. Иә, пазлдар әртүрлі. Мысалы, осы пазлды құрастырам десең, сіз сурет таңдайсыз. Мысалы, мына суретті жинағым келеді, или ана суретті жинағым келеді деген. Соған біз общий бір патент ала аламыз ба?
шыны керек бұл менің неме құзыретіме жауап беру жатпайды. Мен тек қана сыртқы бейнесіне тауар белгісі жайлы ғана жауап бере аламын. Ал ол жеке жеке алу керек болатын шығар. Толық ақпаратты не болады ма? Басқа менің әріптестерім выступать ете ма? Онда контакт центрда менің әріптестерім сізге толық жауап береді. Осы номерге хабарласаңыз жауап береді ол. Сұрағыңызға байланысты. Ал сіз бүгін сертификация туралы айтасыз ба? Сертификация деген сіз свидетельство жайлы айтып жатсыз ба? Иә, сертификация на товар бүгін айтасыз ба сіз соны? Жоқ, менің баяндамам осымен аяқталады. Сұрақтарға жауап беремін. Баяндамам сізге презентацияны жіберіледі. Мен тек қана сыртқы тауар белгісі жайлы және свидетельство регистрация бойынша айтамын. Все, хорошо. Сұрақ болады ма? Сонымен Казпатент кезетте менде бір сұрақ бар. Мына Казпатент кезет деп сіз сайт жазып қойдыңыз ғой. Сонда өз товарымызға құқық алу үшін осы сайтқа кіріп өзіміз онлайн жасай берсек болады ма? Сіздердің жеке кабинеттеріңіз болады. Егер де заңмен танысып, қалай беру керектігі жайлы бергіңіз келсе, өзіңіз жүргізе аласыздар. Сонымен қатар белгілі бір өкілді жалдай аласыздар. Ол бізде қазір көп ондай тұлғалар жұмыс істейтін. Сонымен қатар патентно поверенный дейді. Белгілі бір осы тіркеумен айналысатын сертификат алған, лицензия алған патентно поверенный бар. Оларға жүгіне аласыз қызметіне, немесе өзіңіз бере аласыз, өзіңіз таңдайсыз оны. Жақсы, рахмет. Егер өзіңіз бергіңіз келсе және қалай екенін сол сайтқа кіріп көре аласыз, немесе контакт центрға звондасаңыз, мен әріптестерім поэтапно көмектесіп отырады. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Мен сұрауым қойып жіберейінші, кішкене жайырақ кіріп едім. Менің түсінігім бойынша біз әбден идея бизнесіміздің жаңағы мәресіне жетеміз ғой, мына логотип, сертификаттарын алып, мен печенье шығарамын, мысалы, соның сертификат бәрін алғаннан кейін барып, сізге мәресіне жеткеннен кейін барып хабарласамыз ғой, өндіріп болғаннан кейін бүткіл бизнесімізді толықтай біз не істеуіміз керек қой, подключить, сосын барып хабарласуымыз дұрыс болатын болады. Солай ма? Жоқ, кез келген этапында, мысалға бізде әлемдік брендтер бар, шығарайын деп жатқан кезде тіркеп алады бірінші, шығармастан бұрын тіркеп алады. Немесе басқа тұлғалар бар, шығарып болғаннан кейін тіркейді, ол өзіңізге байланысты. Бірақ сіз оны тіркеп алғаннан кейін қолдануыңыз керек. Тек қана тіркеп алдым, болдым деп 3-4 жыл мысалға ұстап отыра алмайсыз оны. Ол заңмен уақыттары көрсетілген. Мен түсінігім бойынша әбден мәресіне жеткеннен кейін уже біз ішке кіріскеннен кейін барып патентовать ету дұрыс. Енді ол өзіңіздің бизнес жоспарыңызға байланысты. Ол әркімдікі индивидуально, жеке болып есептелінеді, сол себепті айта алмаймын. Былай да болады, ыңғайыңызға қарай. Менде бір сұрақ болады ма? Біз Атамекенде қазір қатысушымыз ғой. Бізде скидка бар ма? Қателеспесем, жеңілдік қарастырылмаған. Белгіленген қызметтердің төлемдері бар, сол бойынша. Мана айтқан сұрақ бойынша бар ғой, Инстаграмда, например, шығады ғой, товарыңызды алып береміз бірдеңе деп. Олар қалай сонда өздерінің қызметтерін қосып айтады, получается, да? Енді олар үшін жауап бере алмаймын, әркімдікі әрқалай. Бәлкім қызметтер үшін ақша алатын болар, Олар енді сәтті тіркеп береміз деп уәде беретін болар. Қызметтер ақша алатын болатын шығар, енді айта алмаймын ол бойынша. Мына жерде чатта сұрақ, Товарный знак, яғни 3 ай бәрін жасап береміз деген рекламалар көп Инстаграмда. Сол туралы не айта кетесіз? Әлде бұның бәрін сіздерге ғана жасау керек пе? Бірінші жайт, жалпы тауар белгісін құрылады, ол Казпатент арқылы. Тек қана біз құқықтық қорғаймыз. Ары қарай сізге қызметтерін тіркеп береміз деген сияқты басқа тұлғалар болуы мүмкін. Олардың қызметіне жүгінбеу өз таңдауыңыз. Ал 3 ай ішінде бәрін жасап береміз дегеніміз, ол дегеніміз ускоренно, яғни жеделтілген қызмет бойынша айтылған болар. Ондай қызмет бізде бар. 7 ай бойы обычный, яғни қарапайым тіркеу, ал 3 ай ол жеделтілген болып есептелінеді. Оның бағасы сәйкесінше қарапайымнан жоғарырақ болады. Сұрақтарыңыз бар ма? Сертификат деген бөлек, штрих-код бөлек, патент бөлек, товарный знак бөлек, сонда бәрін де алу керекпіз ба? Қалай мен шүкітті уже. Алуыңыз керек деп ешкім міндеттемейді оны.
Жоқ, міндеттемейді, просто өзің үшін дұрыс қой ол дейтін. Өзің үшін дұрыс, иә. Бастысы не керек, бәрін тіркеп алсаңыз болады. Менде бір сұрақ бар тағы да, иә. Мысалы біз өзіміз үйде не істеп отырдық та, через санэпидстанция әлі рұқсат алған жоқпыз да. СТКЗ ондай не алған жоқпыз. Бірақ біз мына патент жасата беруімізге болады да. Иә, біз ондайларға қарамаймыз. Заңмен егер бәрі біздің заңымызға сәйкес, біз тексерілетін сараптама барысында барлығы сәтті болса, заңға сәйкес болса, біз куәлік береміз, иә. Былай енді тауар белгілерін сараптама басқарысында халал деген сертификатты бөлек алады ма? Сіздерде тоже осы сіздердің органдарыңыз арқылы алады ма? Қараңыз, халал деген сертификатты уже діни басқарма, қателеспесем, бізде тіркеп алған сертификат бойынша. Біз оны уже басқа адамдарға тіркеуге бермейміз. КМДБ басқа ол. КМДБ басқа, халал басқармасы ол. Иә, КМДБ басқа, халал басқа, бәрі басқаша ол. Сараптама кезінде егер тіркелген болса, оны сіздерге берілмейді, иә. Оны бірақ та сіздер кейін сату барысында оны өздеріңіз қолдана берсеңіздер болады тауар белгісінде. Егер олардан рұқсат алып жатсаңыздар, қолдана бересіздер. Біз бірақ та оны енді сараптама кезінде тексеретін боламыз. Осыға дейін тіркеп алған ба, жоқ па деген сияқты сұрақтарды. Товарный знак. Айта беріңіз. Микрофон бар екен. Товарный знакпен ғана супермаркетқа кіре аламыз ба, әлде товарный знаксыз кіре аламыз ба? Енді ол супермаркеттің қойылған талаптарына, критерийларына байланысты шығар, қателеспесем, кіре аласыздар. Кіре аламыз, иә? Бірақ та қараңыз, мысалға сіз қандай тауар белгісін сатасыз? Айталық, атауы самал делік. Бірақ та самал деген басқа біреу тіркеп алса, басқа атылға тіркеп алса, сізге уже сіз олай сатпаңыз деген сияқты запрет қоя алады. Өйткені оның тіркеу куәлігі бар ғой. Супермаркетте екі самал тұр. Біреуін өндіретін басқа атылға, екіншісі басқа атылға, онда ондай кезде айту мүмкін. Нақты кімде куәлік дейді? Сол кім бірінші дата приоритеті дейміз, приоритет кімде? Басымдылық кімде? Сол әрине сатуға құқығы бар. Оның куәлігі бар ғой. Преимущество артықшылығы осыда тауар белгісінің. Екі самал болмайды, екі самал суы болмайды мысалға. Әрине келісім бермесе бір-біріне. Рахмет, түсінікті. Манаға мысалға брендті товарный знак қылдырып белгілейміз ғой да сонда. Мысалы, менде Малибу деген брендім бар да, ол жерде тек қана мана сублимированный бешбармақ емес, неше түрлі сыйлықтарды шығарам да, сол Малибу деген бренд арқылы. Соны бөлек не істеймін, сосын манағы бешбармақтың идеясын өзіме патент. Бешбармақтың сұрағы түсінікті деймін, бағана жауап берілді. Енді қараңыз, сіз бешбармақ, сонымен қатар не дедіңіз? Өндіремін? Вообще менің брендімнің аты Малибу да, например. Тауар сосын біреу қайсы дедіңіз? Ау? Бешбармақ және тағы да не сатамын дедіңіз? Неше түрлі нәрселер, сублимированный мороженое шығарам, например, фрукты шығарам. Қараңыз, шоколад жасаймын. Тауар белгісі түсінікті Малибу. Әрі қарай сыныбын таңдайсыз. Мысалға, Малибу мен сатамын дейсізде, 29-шы сынып бешбармақ, готовый продукт, дальше мороженое, одан кейін жемістер, көкөністер деп таңдай бересіз. Бір тауар белгісіне осы белгілердің бәрін сата бересіздер. Одан кейін ол сыныпқа сәйкес таңдайсыз. Қызметті де тауарды да таңдай бересіз. Қандай тауар керек, бүйтіп таңдап аласыз бәрін. Мен осыны сатамын, осыны өндіремін, осы керек деп. Сұрақтарыңыз болса? Оның басқа да сұрақтарыңыз болса, онда колл-центрге, иә? Рахмет барлықтарыңызға. Құрметті қатысушылар. Біздің вебинарымыз аяқталды. Вебинар сіз үшін пайдалы болды деп үміттенемін. Енді назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Осы контакттерге. Сізге рахмет. Рахмет. Рахмет, толық жақсы жауап бердіңіздер. Рахмет. Ризамыз. Өте түсінікті, керемет болды, жақсы сау болыңыз. Өте пайдалы ақпараттар болды. Рахмет. Рахмет. Барлықтарыңызға рахмет. Рахмет сіздерге. Казпатент рахмет. Рахмет сіздерге, барлығы түсінікті, анық болды. Рахмет үлкен. Бәрі түсінікті болды. Қазақ тілінде керемет болды бәрі де. Рахмет, сау болыңыз. Қазақ тілінде